Сәлеметсіздер ме, құрметті Арыс қаласы нөмір 17 колледж ұстаздары мен білім алушылары. Мен Алдабекова Ақбаян Орынбасарқызы, Арыс қаласы нөмір 17 колледж мейірбикесімін. Денсаулық зор байлық, денсаулық адам өмірінің тірегі. Бүгінгі таңда бүкіл әлемді әбігерге салып отырған коронавирус, яғни COVID-19 пандемиясы Қытайдан анықталып, бүкіл әлемге тарап отыр. Коронавирус адамнан адамға берілетін өте жұқпалы ауыр індет. Вирус ағзаға түскеннен кейін ең алдымен әлсіреу, бас ауруы, жұтқыншақтың құрғауы, тамақтың ауруы, құрғақ жөтел, дене қызуының көтерілуі байқалады. Бұлшық еттері ауырып, буындар сырқырап, тыныс алу қиындайды. Егер осы белгілер байқалған жағдайда, тез арада жергілікті жедел жәрдем қызметіне жүгінгеніңіз жөн. Індеттің таралуының алдын алу мақсатында әрбір саналы азамат карантиндік ережелерді қатаң сақтап, адамдар көп шоғырланатын орындардан шектелгені абзал. Қоғамдық орындарда міндетті түрде бетперде кию ережесін қатаң сақтап, бөгде адамдармен ара қашықтықты мүмкіндігінше 2 метрден жақын болмауы тиіс. Көпшіліктің қолданысындағы заттарды ұстанғаннан кейін қолды арнайы антисептикалық құралдармен залалсыздандыру қажет. Тазалық саулық кепілі демекші, аталмыш індеттің таралуының алдын алу мақсатында қолды сабынды сумен жиі жуу, жөтелгенде, түшкіргенде орамал немесе білектің ішкі жағын пайдалану қажет. Бетперде кию ережесін сақтау қажет. Үйдегі терезелерді жиі ашып, желдетіп тұру керек. Сонымен қатар ет, жұмыртқа тағамдарын барынша таза пісіру керек. Иммунитеттің нығайту мақсатында пайдалы дәрумендерге бай тағамдарды тұтынып, зиянды әдеттерден аулақ болып, салауатты өмір салтын ұстану арқылы денсаулықты сақтау жарқын болашақтың кепілі екенін ұмытпайық. Үйде болыңыздар, аман болыңыздар, біз біргеміз.